НАТО әскері Ресейге басып кірмекші, Калининград арқылы әскерін кіргізіп, Ресейге сес көрсетпекші екен. Осылай Ресей-Украина соғысын тезірек аяқтамақшы. Дәл осындай ақпарат соңғы күнде бірнеше ресейлік пабликтерден бастап қазақстандық парақшаларға дейін өршіп жүр. Бірақ рас па деген сұрақ туындайды. Бірге тексерейік. Ақпарат манипуляция, яғни бұрмаланған Кремльшіл медиа дереккөз ретінде көрсеткен Азия Таймс мақаласында НАТО Ресейге шабуыл жасайды деген мәлімдеме мүлде жоқ. Яғни ресейлік медиа ақпаратын өзіне сай етіп бұрмалап алған. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ал жалпы мақалада Украинадағы атысты тоқтату мүмкіндігіне қатысты қиындықтар талқыланып, Ресейдің соғысты тоқтатуға ынтасының жоқтығына назар аударылады. Ресей Украинаға басып кірген жылы жазда НАТО ресми түрде Ресейді қауіп төндіруші ел деп жариялағаны рас. Түрлі мақалалар мен НАТО шенеуніктері Ресей агрессиясына жауап ретінде дайындық шараларын көбейтуді талқылаған. Бірақ бұл әрекеттер шабуыл емес, қорғаныс стратегиялары ретінде қарастырылады. Қорғаныс пен тосқауылды, дайындық пен шабуылды ажырата білу керек, әсіресе Ресей медиасына. Калининградқа келетін болсақ, оған қатысты нарратив көбіне оның стратегиялық маңыздылығына, әскери мүмкіндіктеріне қатысты. Калининград Еуропадағы өте әскер көп шоңғырланған Ресей жартылай эксклав болғандықтан, бұл оны НАТО-Ресей қарым-қатынасындағы маңызды объектіге айналдырады. Дегенмен қолда бар ақпарат НАТОның Калининградқа жоспарланған тікелей шабуылы туралы ешқандай белгі жоқ екенін көрсетеді. НАТО әскерінің Ресейге басып кіргені дұрыс па, әлде бұрыс па, сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.